Қайырлы күн. Бүгін сіздермен номер 476 және номер 477 есептерді талқылайтын боламыз. Бірінші есеп 3а-ға көбейт минус 8-ді дейді. Демек, бұл жерде рационал сандарды көбейту тақырыбы бойынша есеп беріліп отыр. Еске түсіреміз, ең бірінші бізде мынандай формула жаттағанбыз. Плюс және минус болғанда нәтиже минус, яғни оң сан мен теріс санды көбейткенде нәтиже теріс сан болады. Теріс сан мен оң санды көбейткенде, яғни көбейткіштердің орнына ауысқанмен көбейтінің мәні өзгермейді, нәтижесі тағы теріс сан болады. Ал егер де бізде екеуі де теңдей бірдей сан болса, яғни теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі болса, онда бізде әрдайым оң сан шығады. Ал оң сан мен оң санның көбейтіндісі болса, онда бізде міндетті түрде оң сан шығатын еске түсіріп алайық. Енді 3а көбейту минус 8. Біреу оң сан, біреу теріс сан. Оң сан мен теріс санның көбейтіндісі бізде теріс санды береді. Бірден минусты жазып қоямын. Енді коэффициенттерін көбейтемін. 3-ке 8-ді көбейтсем қанша болады? Мәнін жазамын. 24 және аның өзін жазып қоям. Себебі әріптен біреу ғана анық а ғана болып тұр. Енді минус 5-ке оннан 3 в-ны көбейт. В бізде өзгеріссіз қалады. Теріс сан мен оң санды көбейткендіктен бізде теріс сан болады. Ал коэффициенттерін көбейтеміз. 5 пен 10 қысқарады. 2 және 3. 2-ден 3 дегеніміз ол 1,5 деген сөз. Демек, минус 1,5 в болады. Енді мұнда коэффициент пен коэффициентті көбейтемін. Әрібі мен әріпті көбейтемін. 2 теріс саннан оң сан жазады, демек ештеңе жазбаймын. Плюс деп жазбаймыз, жазуға тиісті емес, себебі оң санда біз плюс 4, плюс 7 деп айтпаймыз. Минус 7-ге минус 3-ті көбейткенде плюс 21, яғни 21-дің өзін жазсам, бұл бізде оң сан деген сөз. Енді әріптерін көбейтемін, ол с, д. Келесі минус 8-ға минус 4-тен 3, екеуі де теріс сан, бірдей болғанда бізде оң сан шығады. Енді 8 пен 4-тен 3-ті көбейтемін, қысқарылады. Мұнда 2, 2-ге мұнда 1, минус 2, минус 3-ті көбейтсем, нәтиже минус 6 болады. Кешірім сұрайын, плюс 6 болады. Демек, әріптерін көбейтемін с, д. Мұнда рационал сандар көбейткен кезде әріптерін жай ғана көбейтінді түрінде жазасыз. Келесі mn. mn жазылады. Оң сан және теріс сан болып тұр. Оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан. 10-ға 0,5-ті коэффициенттерін көбейтемін. Үтір артқа жылжиды, ол көбейткен кезде 10-ға 1 0 болғанда 1 үтір артқа жылжиды. Сонда минус 5 mn болады. Ең соңғысы коэффициенттерін көбейтемін. Екеуі де теріс сан болғандықтан менде оң сан шығады. 9-ға 3-тен 2-ні көбейтемін. Дәл осы жерден қысқартып жіберейін. Мұнда 1, мұнда 3 өткені кез келген бүтін санның бөлімінде 1 бар. Ол жазылмайды. 3, 3-ке 2-ні көбейтсем 6 болады. Және әріптер m және n-ның көбейтіндісі. Келесі номері біз 477-ні қарастырайық. 477-те коммерсант, яғни сатушы. Сатуға келетін заттарын тасымалдау үшін аптаның алғашқы 3 күнінде күн сайын 3000 теңгеден шығындалды. Аптаның алғашқы 3 күнінде бұл жерде айтып тұр 3000 теңгеден, күн сайын 3000 теңгеден. Бірінші күні 3000 теңге шығындалды. Шығындалды, ол бізде минус. Кіріс кірді, ол бізде плюс. Шығындалды, демек минус 3000. Екінші күнде минус 3000, үшінші күнде минус 3000. Шығындалып отыр. Ал соңғы 4 күнде дейді, соңғы 4 күнде бізде күн сайын, яғни әрбір күні 2300 теңгеден, 4 күн бойы 2300 теңгеден шығындалып отырған.
коммерсант заттарын тасымалдау үшін апта ішінде неше теңгеге шығындалды? Бір аптада 7 күн барын білеміз. Шығындалған қарасақ, мұнда 3 күн бойы 3000 теңгеден беріп отырған, қалған 4 күн бойы 2300 теңгеден беріп отырған. Енді алғашқы 3 күн бірдей сума шығындалып отырды ғой, демек 3-ті шығындалды дегеніміз ол минус, минус 3000-ға көбейтемін. Сонда жауабы плюс пен минусты береді. Минус 9000. Ол 3 күнде минус 9000. Яғни 3 күнде 9000 теңгеге шығындалған. Минус дегеніміз шығындалған. Ал 4 күнде дейді, әрбір күн сайын, яғни 4-ті минус шығындалып отыр 2300 теңгеге. Көбейтеміз. 4-ке 2300 көбейтсек 9200 теңге болады. Әрине, плюс пен минустың көбейтіндісі минусты береді. Енді бізде 7 күндік күн сұрап отыр. Мына 3 күн, мына 4 күн. Екеуін не істейміз? Әрине қосамыз. Ол алғашқы 3 күнде 9000 теңге шығындалса, қосамыз. Минус 9000 қосу, жалпы күнді сұрап отыр, сол себепті қосамыз. Қосу минус 9200 теңге. Шақшаны ашып жіберсек те болады, немесе дәл осы жерден 2 теріс санның қосындысы әрдайым бізде теріс сан болады. Сонда 9000-ға 9200-ді қоссам 18200 теңге. Демек ол бір апта бойы, яғни 7 күннің ішінде 18200 теңгеге шығындалған екен. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.